Hello everyone. Today's our subject is present simple tense. Бүгінгі тақырыбымыз қазіргі осы шақ. Ол жалпы іс-әрекеттерді немесе қалыптасқан іс-әрекеттерді білдіреді. Мысалы, біз күнде таңертең 7-де тұрайық деген, немесе 8-де ол қалыптасқан әдет болып саналады. Немесе хоббиларды айтқан кезде осы шақты present simple'ды қолданамыз. Сонымен, present simple'дың болымды сөйлемдерде қолдануын қарайық. I, мен, we, біз, you, сен, they, олар, иә. Осы есімдіктерге плюс етістік жанына жазылады, иә. Ал he, ол туралы айтқан кезде she, қыз, it, тірі емес жанға айтқан кезде оған плюс етістік қолданылады. Етістіктің аяғына жалғау болып s немесе es қолданылады екен. Мысалға қарайық. I go to work every day. Мен жұмысқа күнде барамын дейді, иә? Бұл жерде I, мен және де етістік қолданып тұр. I go. Келесі мысалға қарайтын болсақ, she brings me coffee every morning. She, ол қыз туралы айтып тұр, иә? Және де bring деген етістік, және де етістікке s жалғауы жалғанып тұр екен. She brings me coffee every morning. Ол маған әр таңертең кофе алып келеді дейді. He, she, it плюс етістік плюс s, es-ті қарайтын болсақ, I write, she writes, ja? Бұл жерде s жалғауы жалғанып тұр. I teach, she teaches. Бұл жерде es жалғауы жалғанып тұр екен. Es жалғауы бұндай жағдайларда жалғанады екен. Егерде сөз s-қа немесе ss, sh, ch, x, o әріптеріне аяқталып тұрсам, онда сөзге es жалғанады екен. Келесілерді қарастырайық, иә? I try, she tries. I fly, he flies деп тұр, иә, сөйлемдер. Бұл жерде tries деген try сөйлемі y әрпіне аяқталып тұр. Егерде сөздер y әрпіне аяқталса, оған es жалғаймыз, иә? Бірақ y әрпі I әрпіне ауысады екен. Мысалы, мұнда қарасақ, иә? es жалғанып тұр, мұнда да es жалғанып тұр. Бірақ y әрпі I әрпіне ауысқан екен. Ал болымсыз сөйлемдерді қарастыратын болсақ, I, we, you, they деген есімдіктеріне do, not деген қолданылады да, және де плюс етістік. Ал he, she, it дегенге does, not деген қолданылады да, оған етістік жанына жазылады, иә? Бұл етістікке бірақ жаңағынде айтқандай s немесе es жалғаулары жалғанбайды. Өйткені бұл жерде does not дегенді көріп тұрмыз, иә? Does not немесе үстіндегі do not, he, she, it s жалғауы немесе es жалғауы does not-қа келеді екен. Does not немесе doesn't деп қысқарылады, иә? Ал I, you дегендерде do not және де don't болып қысқарылады екен. Мысалға қарайық. I don't go to school every day. Бұл жерде I don't go етістік қолданып тұр, иә? He doesn't drive the car. Doesn't drive. Бұл жерде етістікке s жалғауы жалғанбайды. Олар es деген doesn't дегенге кетіп қалады екен осыған. Ал сұрақтарды жазған кезде do және де does деген, иә? Do, does дегендер алдына келеді екен.